бір қасқыр снесін ала алмайды. Самый умный хищник, честно сказать, даже не хватало, когда это заводит. Қонжығын жанында ертіп жүреді екісін. Біз бүгін Іле-Алатау ұлттық табиғи паркінің Ақсай филиалы Қаскелең шатқалында жүрміз. Видеоролик түсіру негізінде осы кішігірім экспедиция шықтық. Жол жөнекей аңдардың іздерін байқадық. Қазір жоғары шығып, аңдарға Қазақстан қызыл кітабына енген қар барысына фото тұзақтарды қоятын боламыз. Ал, жеттік біз орнымызға. Біз міне бірінші точкаға келдік. Бұл жердің биіктігі теңіз деңгейінен 2720 биіктікте. Осы биіктікте барыстар жүреді. Бұл жақта бұға дейін бірнеше рет барыстар түскен. Фотоловушка көбінесе жабайы жануарларды қорғау мақсатында және санақ жұмыстарына қазіргі осы фотоловушканың көмегімен санақ жүргізген ең тиімді әдістердің бірі болып отыр. Настройкасында міне датасына кіреміз. Сол жерде 14-те, бүгін 11-ші ай, 20-шы уже настройкасын қойдық. Фотоловушка уже орнатуға дайын. Бұл жерде 2018 жылдың соңғы айында аңтанушы биолог Сәкенов Нұрбол осы жерден осы соқпақты тауып клипстерді түсірген болатын. 5 бірдей дарақ осы сайда кездеседі, әрдайым түсіп отырады. 2 аталық, 1 аналық, 2 жас барыс түскен. Фотоқақпандарды орнатып біттік. Енді бір айдан кейін келіп нәтижесін көреміз. Осындай арнайы тұз жалақтар жасалынады бізде. Тұзды қатты қажет ететін кез ол көктемде. Көктемде шөп жаңадан өскен кезінде аңдар тұзды қатты сұрайды сол кезде. Біз осылай тұздарды қазып, мынандай тұз жалақтар жасап, қазып, осылай тұздарды шашып кетеміз. Біздің тұз жалақты толтырдық тұзбен. Тұзын салдық. Енді осыған енді жабайы жануарлар келіп қоректенеді. Ұлттық табиғи парктың ғылыми бөлімі, жануарлар әлемін қорғау бөлімі, Ақсай филиалы қосылып барысқа фотоқақпан қоюға тауға көтерілдік. Не верят вообще, что медведи здесь есть. Ну, про барса-то, конечно, все знают, что барс есть. Это как бы и нарисовано везде, и все. А вот про медведя много кто не знает. Ну, вот честно скажу, да, то вот ребята встречались с медведем, хотя и думают, что он маленький. Ну, если вот так сравнивать с бурым, который там 400 килограмм, или сколько он весит, где-то его огромным представляют, да? У нас вот здесь, который даже если 200 килограмм, он тоже не маленький. Хотя вот, если вот так посмотришь, ну а что там 200 килограмм, а он 2 метра длиной. Он как морал получается. Морал-Сай, там же заповедник, там сады. Они на яблоки приходят, с заповедника они приходят на яблоки. Мы приехали в Талгарский филиал
Кокбастауское лесничество, на обход инспектора номер 23 Лысова Алексея Анатольевича. Вот он, кстати, идет уже. Добрый день. Здравствуйте. Территорию собьем, биотехнию, кормушки, все посмотрим. Территория обхода 2023 гектара. 8 кварталов. Так, сейчас вот здесь надо проскочить. Так, здесь держитесь аккуратнее. След волка 12. Ширина 7. Сюда в бункер засыпаем кукурузу. Вот смотрите. Специально для кабана. Здесь стоит аккумулятор. Стоит специальный датчик. Вечером часов в 7 она уже сама срабатывает, сама раскидывает. Этого года приплод в одном выводке было насчитано, по видеокамере было снято 6 штук было, в другом выводе было 7 штук. Свежие рытвины, ночью сегодня они здесь. Вот 11 следов, вот они сразу из сосны сразу шли на кормушку. Выдел большой, и у меня здесь 2 подкормочные площадки. Сейчас только прокричала косуля рядом с нами. Их было 3 штуки, один пошел вверх, 2 пошли вниз. В этом году яблок очень много, яблони сиверс на деревьях. Это кормовая база для диких животных. Вот здесь сено, веники вешаем на эту кормушку. Сейчас подойдем, посмотрим рядом следы. Это у нас называется биотехнические мероприятия. Это подкормочная площадка для диких животных. Это кормушка для морала и косули. Специально готовим веники, соленые веники. Тоже развешиваем вот так же на эту кормушку. Вот у меня стажок сена стоит для кормовой базы, для косуль, для моралов. Сейчас мы подъедем, посмотрим рядом возле него следы. Вот эту проволоку я загородил сейчас, сделал для того, чтобы сейчас ее никто не потревожил. Когда заморозки, холод начнется, питания будет мало, это сено будем развозить и раскидывать по точкам. Яблоня сиверса, дичка, вот эти все березовые рощи были посажены вручную. Эта работа закладывается в план леспроектом, и каждый год ведутся посадки, рубки ухода за лесом. Это называется санитарная рубка. Мой отец Лысов Антон Никонович. Всю жизнь проработал в лесной системе. В 2001 году принял я этот обход. В лесной системе я работаю уже 33 года. Иду по стопам отца. Туда, проходите. Дневник – это путеводитель инспектора. У нас имеется карта, план обхода. По диким животным, когда начинается линька, вбрасывание рогов, появление молодняка, когда начинается гон. Все это фиксируется. К концу года с дневником передается в научный отдел по лесным работам. Сбор семян, подготовка почвы, высадка лесопосадочного материала. И это все полностью занимается инспектор. Салған мына тұрған жеріміз біздің міне жаңағы талды сай дейді, былай Кузнецовка. Бұл жерде біздің орналасқан жеріміздің көбіне менің қарайтын жерімнің өзінің аумағының өзі 1424 гектар болса, бұның 1300 гектары ағаш, көбіне ағаш болады. Бұл ағаштың көбіне бұл жерде алма, сиверс алмасы деген бұл қызыл кітапқа кірген. Бұл жерде сондықтан жеміс көп болғандықтан шығар, мүмкін жаңағы құстар көп та, соның кейін шығар бұл жаңағы сусарының мекендейтін жері көбіне. Мысалға мына жоғары жақта бұлар түнімен жататын болса, мына жоғары жақта тауда, таста. Түнге қаратай, мына осы жеміс ағашына қаратай түседі. Өткен берді құспенен көріктенеді ғой көбіне бұл жаңағы сусары. Біздің мына бара жатқан жеріміз алдымыздағы мына Түржелауға шығатын Талды өзенінің бойындағы екі жақ шетінде қалың тас. Сол жерде сусарлар мекен етеді.
мына жерден бір шықса ана жерден бір шығады, ана жерден бір шығады. Енді тура мысықтан үлкендеу болады ғой, ең үлкен. Құйрықтар ұзын, әдемі қыстың күні. А жаздың күні о жіп-жіңішке мынандай ғана. Міне қазір енді біздің алдымызда ғана жүрген іздері міне. Кеуіп қалған ағаштардың ішінде аралар ұясалады, мынау арасыларына қашқан. Мен ойлайтын ғой, кейде солар шашылып жатады, бұл не шашып тастайды деп. Сөйтсем, жаңағы сусары жейтін көрінеді ғой жаңағы араларды, ұяларын, талқан шығарып тастайды екен ғой. Сусары көбейген сайын мына тиіндердің де азайып баратыр. Тиіндер де мынау даже кейінгі кезде мынау алмабақтың ішіне төмен қаратай түсіп кететін болды. Сол 22 марттың орасында наурызға шейін уже келіп алады. Сол келіп алып бір өзі бір күн шығаған кезде, бір күн шығып кеш жақын қызарып батқан кезде, күн жылы болып тұрған кезде, кеш жақын уже күн батарды айғайлай бастайды жаңағы. Мен соны кейін жаңағы үйде кемпірім айтады, о енді бүгіннен бастап көктем шығады, жылқы шөлең айта бастады. Жүз жұмыртқа басады. 3 жұмыртқа, кейде 2 жұмыртқа, 3 жұмыртқа. Енді одан артық жұмыртқасын көргем жоқ. Құстардың ішіндегі еменнің дән бүтіндей жұтатын құс екен ғой. Сонда мысалы 3-4 жаңағы өзі бір не ұқсап тұрса, салбырап моншақ құсап. Соны біреуін жұтқан кезде қалған жерге түседі екен. Қалай жаңағы бияқырлар жиналады, солай жаңағы еменнің түбіне шошқалар келе бастайды. Қаптап келе бастайды. Өйткені деген аналар біреуін жұлса, үшеуі жерге түседі ғой. Аналарға да көрек, аналарға да енді қанша алма жегенменен жаңағы еменнің дәні шошқаға өте ерекше тамақ қой. Өйткені ана таза белок қой ол деген ненің. Бұрын мысалға мынау Бақтияр деген жерде мен обходым болған кезде сол кезде үкі болатын. Енді мысалы үкі жүрген жерде міндетті түрде 1-2 сауысқан, 1-2 қарға болатын жанында. Егер ол жаңағы бір ағаштың жанында отырса, бір-екеу жанында обязательно мүмкін болғанша болатын. Өйткені деген жаңағы үкі ұстап бірдеме жесе, жемтік қалады ғой. Аналар соны қорек етеді екен. Ауылдың жеріне шейін түгел жаңағы орман жаңағы өрт қауіпті полосасын чабамыз жаңағы. Ені 9 метрдей төмен қаратай шауып шығамыз. Мен тұрғалы енді 25 жылдай болып қалды, әлі біздің жақта өрт қаупі көп болған жоқ ондай. Соның кейін шығар мүмкін мына аң нелердің болып жатқаны. Мысалға мына өзіміздің осының барлығы деген өзіміздің байлығымыз бұл. Бұл ертең күні бұның бәрін жоғалтып қойсақ, өзімізде сол қоршап істеп жүрген жұмысымыздың бәрі далаға кеткендей болады. Мен осы ұлттық табиғи бағына жұмысқа кіргеніме 96 жылы келгенмін. Осы биыл 25 жыл болды. Мен келгенде лесхоз болатұғын, кейін күзге таман ұлттық табиғи бағы болып кетті. Тауға шықтым, тауда сағат 5-те шығып кеткен. Сағат 6-да алдынан тура трапаның үстінде не тұр, жатыр, слесун жатыр. Тура үстінен түсіптім. Ол сол елікті күтіп жатқан ғой, мен шыға келдім. Сол ол маған қарап тұр, арамыз 2 метр бұн. Мен қорқып тұрмын, ол қорқып тұрмын. Сонан кейін тапанша болатын. Сонан кейін аспанға атып шошытайын істеп едім. Ол тапанша атпай қалды. Соны ақырындап қаштым о жақтан. Соның көзіне қарап, бұрылған жоқтым. Соның көзіне қарап отырыптым. Сол даже мылтықта ұмытып кетесің слесунды көргенде. Бір жағынан ол қызыл кітапте, екінші жағынан осындай тамаша аңды көргенде бәрін ұмытады екенсің. Мына көбісі күнгейде жүреді. Күшік дегенде мынау орман ішінде күшік дейді бұл. Шыршаның арасында. Шыршаның арасынан жүргенде аспанға қарап, ағашқа қарап жүрмесең, ол қауіпті секіруі мүмкін адамға. Талай менің артынан да ол жүрді ағаштың үстіменен. Мен жермен келатсам, ол ағаштың үстіменен менің артынан аңдып келатқан. Орман ішіне онша көп кіруге болмайды, көктем кезінде. Өз күшіктерін қорғаймын деп, біреуге секіруі мүмкін. Күзде мүйізін тастайды, көктемде қайтадан сол ақпан айында уже мүйіздері шыға бастайды олардың. Оларды, в основном олар мен көргенім бір бұзаудан алып келеді. Екеуін маралды көрген жоқтым.
құстан бізде улар деген құс бар. Ол ата бабаларымыз айтады, улар қасиетті құс деп. Көктемде сол майға жақындырақ балапандар шығады. Жар тауда оларда не? Ұялары болады. В основном ол не сияқты ғой? Үйіндік сияқты жүреді. Топ-топ болып жүреді. Бізде қазір сол қалған өшіде апорт та бар. Ғылыми зерттеуге нетіп атқанымыз, сақтап атқанымыз. Сол бірдеңке болады ма деп, сонда апорт қайтадан шығара аламыз ба деп өзіміз ойлаймыз да. Оны бір Құдай біледі. Менің осы паркте істегелі өзім таза 4 рет аюмен кездестім. Бірінші рет аюмен кездескенде 98 жылы күзде осы Алмабақта. Татыба даусымның шыққаннан аюдың қашқан сол кезде бірінші рет көрдім өзі. Аю керемет қажады екен әлгі. Бетке жүгіремайды деген, көздерің жүгірмек тұрмақ. Табан жалтыратты ғой. Татыба менің даусымнан. Ол енді біз каждый көрген нәрсемізді күнделікке толтырып, соған фиксировать етіп бәрін жазамыз. Біз өзіміздің орманды, табиғатты сақтап, артымызға қалдыру керек. Әр туристен менің өтінетім, өздерінен табиғатты қорғау үшін, табиғатты аялау үшін өздерінен келгенде өздерінен кейін тазалап кетіп, және мына орманды сақтап қалу үшін өртпе өте абай болу керек. Өрт қауіпсіздігін қатты сақтаған жөн. От жақтырмаймыз. Специальный ана өзеннің жағасында орындары бар. Соларға ғана рұқсатта. Енді мына тоғайдан жоғарғы орман алқабына кіргенде ондай жерге от жағуға болмайды. Көп демалушылар білмейді. Шыршаның астына от жағады. Ол шыршаның астында бәленбай жылғы торф бар. Ол беттерін өшіріп кетеді, бетін өшіріп кетеді. Ал арасындағы торф ол кеткеннен кейін шоқкен астынан қоздайды, астына қарай жатып, уже жер асты өрті болып кетеді. Жер астымен бір талай келеді, соны көйін барып қызып қатты жанады, соны көйін өшіру өте қиынға соғады. Шырша алқаптарының ішінде өрт өшіру өте қиын. Ол енді бір-бірімен тығыз жерлерде біреу егер үстіңгі өрт болатын болса, ол же біреу жанғаннан кейін сіріңке сияқты кете береді. Сол снежный башты осы 1-2 рет іздерін көрді ма? Ол жоғары қырда жүреді, теке жүрген жерде. Сол мына біздің саймен үлкен Алматы сайының ортасында қыр бар. Сол жерде бір ортасында қар суы жиналатын орын бар. Енді мен бала кезімде өзім әкем орманшы болды. Орманды өстік. Бізді бала кезімізден тауға апарып тастайтын, ағаш егіп, ағашты отырғызамыз, прополка жүргіземіз, күтеміз, күзде обкоска жасап, соны қайтатымыз. Аңдардың уже төлдей кезгенде бізге оларға кішкене тыныштық керек. Еліктер кейде біреу, кейде 2 лақпен төлдейді. Мен көбінесе біреумен жүреді, 2 рет қана көрдім ғой. Бізде ең бірінші кекілік жұмыртқалайды. Кекілік ерте осы марттан бастап уже жұмыртқалап ұя салады. Олар ерте шығарады. Өнігөн бізде осынысы қырғауыл. Осы бетте қырғауылдар көп. Қырғауыл осы апрельдің аяғы майда жиналады. Жаңаға брачный процесс жүреді өздерінің жаңаға. От өнігөнін барып, сол майдан аяғына таман жұмыртқа ұя салып, сол жұмыртқалайды. Сол уже үйінге қарсы балапандарын шығарады. Балапандары кішкентай кезінде ұшпайды, жорғалап жүреді, пока қанатты қатайғанша. Зиянды жыртқыштар да бар енді. Аңның бәрі жақсы емес қой. Соның ішінде бізде бөрі мен ши бөрі бар. Ши бөрінің өте зияны мына құс, қырғауыл, мына кекілік, солардың жұмыртқаларын, ұясын жеп қояды балапанымен қосып. Ал бөрі таза жыртқыш, ол енді қабаныңдікін де алып қояды, маралыңдікін де алып қояды, еліктікін де алып қояды. Волки такие умные животные. Такой был случай, у нас нашли логово, взяли щенят и волчицу убили, щенят забрали, и волк подходит уже заряженный.
он должен отрыгивать. Подходит к логову, и он отрыгивает. Волчица, она не даст идти к щенятам. Он уже знает, отрыгивает мясо, она забирает, кормит там или щенят. И волк стал подходить, ну его стали стрелять, промазали. И теперь на лошади в обход еду, встречается волк метров 50. Ну, карабин это положено стрелять волков. Я 3 раза стреляю и мажу. Встречается 2 раза. Такой же опять случай. 3-й раз уже встретился, я не стал его стрелять. И вот я с ним стал встречаться на хребтах, везде. Метров 10 я его видел, метров 5. Он так смотрит, глаза не опускает, но у него взгляд такой, тоже такой взгляд, как будто гипнотизирует, смотрит на тебя так. А потом уже все, он по хребту идет, я выхожу, он подводит. Я говорю, что такое? Я наперед выйду, все. Его нету. Опять там уезжаю в обход, он опять подводит. Ну, я стал тоже его подвывать. И стал отвечать. Я, наверное, года 2 с ним вот так. Ну, честно сказать, он даже мне не хватал, когда не заводит. Вот интересно просто. Волк, он одиночка, лет 7 или 8 ходил один. Это такая верность. Никак из стаи никому не подходит. Вот сейчас уже год, как я его не вижу. Видать, уже постарел или что там. Вот сейчас до зимы они ушли в берлогу, а некоторые под елками вырывают ямы, там, валежник, например, перевернулся, и они туда ложатся. И у них рождаются, зимой уже рождаются маленькие медвежата. Ну, они там 50 грамм, 100 грамм, вот меньше, они такие маленькие. В Талтыке вот, у них начинается гон ноябрь-декабрь. Они что делают? Рогачи собираются, там уже, когда снег выпадает, все спускаются почти со скал на пониже. И начинаются там между большими, они начинают драться за самок. Самки стоят, ну, самки очень осторожные такие, они, какая опасность, они сразу свистят, теки, они гуляют, гон у них идет. Если в ноябре месяце они будут гон идти, значит будет ранняя весна. А в декабре месяце уже все, это будет весна поздняя. Также и косуля, барал, они все чувствуют почему-то. Вот мы, люди, этого не чувствуем, а они очень чувствуют. Потому что они оставляют потомство, чтобы выжило, собираются почти в кучу. Я видел, как собрались 4 почти рогача. Вот они дерутся сильные. Самый сильный забирает себе гарем 8-10 моролов там. И стремглав летит вниз, что думаю, сейчас разобьется. Кого там разобьется? Хватает его, тоже не заметишь, как схватил. И уходит. А если там крупная дичь, прям там берет за голову и за это ломает аж хребет. Волка берет. Такой сильный беркут у нас. Жалатау мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында құстардың 198 түрі тіркелген. Олардың тең жартысы жыл құстары болып саналады. Көктемнің алғашқы кезеңінен бастап жылы жақтан ұшып келеді. Парк аумағында ұялайды құстар. Бірнеше құс түрлері қызыл кітапқа тіркелген. Қазақстан Республикасының, сонымен қатар халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына тіркелген. Қазақстан Республикасының қызыл кітабына кіретіндер қара дегелек, көк құс, бүркіт, құмай, сақалтай, үлкен құралай, үкі секілді бірнеше құс түрлері болса, халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына көк қарға, шәукілдек, тазғара кіреді. Кездесетін құстардың көпшілігі тау типтес құстар, тауға бейімделген. Тау жағдайындағы биотоптары ағаш бұталар, алқаптарда мекендейді. Сонымен қатар қылқан жапырақты орманда мекендейді. Және төселмелі арша өскен алқапта мекендейді. Ашық алаңқайларда, шалғындарда, сонымен қатар құз жартасты тас шатқалдарында мекендейді.
Или-Алтайский национальный природный парк создан в 1996 году, 22 февраля. Площадь национального природного парка на сегодняшний день составляет около 200 тысяч гектаров. Национальный природный парк состоит из 5 филиалов. В 2021 году исполняется 25 лет со дня создания Или-Алтайского государственного национального природного парка. Огромная работа выполняется для сохранения уникальных ландшафтов, сохранения растительного и животного мира. В 2020 году по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева учреждена республиканская премия «Елимай». В номинации «Лучший национальный природный парк» победа присуждена Или-Алтайскому национальному природному парку. Также хочу призвать всех наших посетителей и гостей национального парка к бережному и гуманному отношению к нашей природе. Или-Алатай ұлттық табиғи паркының жануарлар әлемін қорғау және өсім молайту бөлім негізгі 3 бағытта жұмыс жасайды. Қорғау шаралары, сана жұмыстары және биотехникалық шаралар. Қорғау шаралары негізгі 2 бағытта жұмыс жасайды. Олар тұрақты және жедел топ инспекторлардың көмегімен. Бізде Қаумалда аң аулауға тыйым салынған, ерекше қорғалатын аумақ. Сондықтан жерге аң аулауға болмайды, балық ұстауға болмайды. Күнделікті автокөліктерді тоқтатып, тексеріп, оның ішінде қару-жарағы бар ма, атқан аң бар ма, онда егер шықпаса, оны алып протокол толтырамыз. Алматы мемлекеттік табиғи кешен қаумалында 540 мың гектар жер бар. 540 мың гектар жерді қаумалдың 26 инспекторы күзетуде. 26 инспектордың жұмыстарының ішінде кіретіні осы қаумалды біріншіден жазғы күзгі уақыттарда өрттен сақтау, өрт өшіру, халықпен үгіт насихат жүргізу. Қасқырдың зиянкестігін көре отырып, осындай заң шығарып, осы қасқырды санын азайтуға рұқсат берілген. Сол бойынша бізде инспекторлар жұмыс жасайды. Апрель-май уақытында ғана атқызбайды, өзде аңдардың туып жатқан кезінде. Өзіміздің көктемгі санақ, күзгі санақ деген санақтарымыз болады. Сонда бұларды көбінше көктемде санаймыз, өйткені бұлар өзі үйірге түсетін кезінде өздері дауыс шығарып, бірмен бірі қуаласып, сол кезде такование дейді, сол кездерде санаймыз. Олардың өзі сол уақыттарда көрінбесе, бұлай көп көріне бермейді. Май айынан шілде айына шейін біз күзетеміз. Сол маралдың мүйізін күзету уақыты болады. Ол кезде инспекторлар таза жұмыс істейді. Қолдарында бұйрықтар болады. Бұйрық бойынша кәдімгі біздің орман жануарлар дүниесі бөлім бұйрық шығарады. Осы айдан осы уақытқа шейін күзету деп. Сол күзету жұмыстарын жасаймыз. Маралдың мүйізі бойынша. Бұл жерде енді соншама ағаштарды сақтап қалу үшін жаңағы біз химиялық әдістерді қолданбаймыз. Биологиялық әдістермен жасанды құс ұяларын ілеміз. Или-Алатай мемлекеттік ұлттық табиғи аумағы негізі 4 функционалдық аумаққа бөлінген. Соның ішіндегі ең маңыздысы қорықтық аумақ. Қорықтық аумақта жалпы туристерге баруға тыйым салынған. Себебі ол жерде қызыл кітапқа енген өсімдіктер өседі және де қызыл кітапқа енген жануарлар мекендейді. Бұл аумақта ғылыми зерттеу жұмыстарын ғана жүргізуге болады. Негізгі біздің мақсатымыз осы біздің байлығымызды, өсімдіктеріміз бен жануарларымызды қорғап қалу, ал адамның қатысы оларға кері әсерін тигіздіреді. Бұны антропогендік фактор деп айтады. Қаншама адам жақындаса, соншама жабайы жануарларымыз алыстай береді. Жылдың басына мемлекеттік инспекторларға күнделіктер таратылады. Сол күнделіктің ішінде фенологиялық бақылау жүргізу кестелері енгізілген. Сол кестелердің нәтижелерін талдап, жылдың соңында табиғат жылнамасы кітабы жазылады. Қазақстан Республикасының қызыл кітабіне жойылған, не болмаса жойылуға қауіпті төнген өсімдіктер мен жануарлар енгізіледі. Ерекше қорғауды талап ететін өсімдіктер мен жануарлар. Қазақстан Республикасының қызыл кітабына
енгізілген 37 түрлі өсімдіктер Іле Алатау парк аумағында өседі және 5 түрлі сүтқоректілер мекендейді.